Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі 15 минутта тез дайын болатын пряниктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: сары май, секер, қаймақ, бал және де ұн қажет. Біз ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майды құйып аламыз. Содан соң үстіне секерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте үстіне қаймақ және де қопсытқышымыз салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне біраз қасық бал және де алдын ала електен өткізіп алған ұнымды қосып, жіп-жұмсақ қамыр илейтін боламын. Міне бізде осындай қолға жабыспайтындай қамыр шықты. Содан соң біз қамырымызды шарт тәріздес етіп, дөңгелектеп, қалыпқа орналастырып шығатын боламыз. Осы дайындап алған қамырларымызды қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз.